Көктемгі қызыл су жыл бұрын қарағандылық жұртты әбден әбігерге салған еді. Әсіресе орталыққа жақын жатқан жұмысшы елді мекені көп зардап шекті. Мал шығыны болды, тұрғындардың жеке мүлкіне зақым келді. Егер қар күрт ерісе, апаттың биыл да қайталануы мүмкін. Сондықтан сала мамандары ауылды аралап, тұрғындарға сақтық шараларын түсіндірді. Жители улицы Пионерской. Просьба выйти на улицу. Құтқарушылар су тасқыны болған жағдайда қалай әрекет ету керектігін айтып, арнайы ақпараттық парақшалар таратты. Қызыл Жарты ай қоғамының өкілдері киім-кешек үлестірді. Ал ерікті студенттер арықтарды тазалап, суағарлар жасады. Айта кетейік, қазір облыста су тасқынының алдын алуға арналған арнайы штаб жұмыс істейді. Жергілікті қазынадан бұл мақсаттарға 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Қазір қауіп бар жоқ деп айта алмаймын, өйткені біз Көкпекте, бізде Көкпекте су қоймасының жағынан келеді. Ол жақта қазір қар қалай еріп келеді, соны қазір айтып, нақты айтып. Біздің ең негізгі мақсатымыз халықты су тасқынынан қорғау. Біз қазір халықты барып орналастыратын жеріміз дайын, бәрін уже қабылдап, бәрін уже жасап қойдық.